жылыжайда өсіріп жатқан құлпынайымды тоқтатқанмын, себебі отоплением жақсы шықпады. 4 жыл тамағаннан кейін қоя салдым, тоқтатып өсіруді. Енді әбден аяз болды біз жақта, өткенде -13-ке дейін барды. Бұның іші примерно 10 градус болған шығар, минус. Сөйтіп мына гүлдер үсіген болатын. Енді ұйқыда жатыр жалпы құлпынай, бірақ арасында өйстіп қайтып тіріліп жатқандары бар. Гүлдеп жаңадан. Мысалы, мына түйіндер қарайып түсіп кеткенде, мыналар мысалы, мына біреу аман қалған, және мына біреу аман қалған. Мына екеуі аман екен. Қалғандар түсіп кеткенде. Енді айтайын дегенім, жалпы суыққа төзімді келеді ғой, құлпынай деген. Ешқандай дәрі су ешнәрсе беріп жатқан жоқ болсақ та, әлі ұйықтай алмай жатыр. Енді тағы бір нәрсе айта кетейін, мына жерде жақсылап қарасаңыздар, клеш бар. Қанша минус өлді, минус болды, 10 градус болды ғой мұның іші. Сонда да тірі жүр клештер. Қарасаңыздар жыбырлап. Ойықпен өлмейді екен клеш. Паутинный клеш. Жақсылап қараңыздар. Жыбырлап жүр клештер. Яғни суыққа төзімді келеді екен бұл клеш деген нәрседе. Солай.